Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз түс және символ, белгі символдары. Біздің өмірімізде кездесіп жүрген түстер әрқайсысы әртүрлі мағына береді. Символ дегеніміз не? Кез келген бір түсінікті құбылыстарды білдіретін шартты белгі. Оны кейде қазақ тілінде нышан немесе рәміз деп атаймыз. Әр халықтың адамдар тобының өз символдары болады. Бейнелеу өнерінде өмірде де түстер символ ретінде жиі қолданылады. Бейнелеу өнерінде де өмірде де түстер символ ретінде жиі қолданылады. Қызыл, қара, ақ түстер символ ретінде жиірек кездеседі. Қызыл түс махаббаттың, сұлулықтың, қуаныштың, байлықтың, жеңістің, жастықтың белгісі ғана емес, сондай-ақ соғыс пен қанды да білдіреді. Қара түс үрей мен түнді, жұмбақ белгісіздікті меңзейді. Ақ түс жарықты, өмірді, тазалықты, бейбітшілікті паш етеді. Айбынды жауынгерлерді ақ боз аттың үстінде бейнелейді. Ал ақ көгершін бейбітшіліктің символы ретінде қарастырылады. Кейде суретшіге өз ойын белгі нышанмен білдіру қызығырақ көрінуі мүмкін. Қандай да бір түсінік пен құбылысты білдіретін шартты белгі символ деп аталатынын білесіңдер. Адамдар ерте кезден бастап көптеген символ ойлап тапқан. Олардың мәнінің ортақтығы соншалықты, тіпті әр тілде сөйлейтін адамдар тез-ақ түсінеді. Мысалы, ағаш тіршілік пен өмірді білдіреді. Түркі тілдес халықтардың ішінде оны ата-бабаларының шежіресінің символы ретінде есептелінген. Құс аспанды, балық суды, жүрек сезімді білдірген. Қазақтың ою-өрнектерінің бәрі терең мағыналы. Ежелгі адамдардың жартастарға салған суреттерінің барлығы символдық бейнелерден тұрады. Мына көріністерді аң аулау және мал бағу бейнелерін түсінуімізге болады.